Қазақстанның кең даласында, таулары мен ормандарында қасқырлар ежелден бері мекендеп келеді. Олар табиғаттың құпия және құрметке лайық тіршілік иелері. Көкжалдардың өмірі, олардың қоректенуі, қазақ халқының мәдениетіндегі орны бәрі де қызығушылық тудырады. Бұл эсседе біз қасқырлар әлеміне саяхат жасаймыз. Олардың күнделікті өмірімен танысамыз, қазақ мифологиясындағы орнын анықтаймыз. Қасқырлар әлеуметтік жануарлар. Олар 5-10 бастан тұратын топтарда, үйірлерде өмір сүреді. Әр үйірдің өз аумағы бар, оны қасқырлар басқа үйірлерден қорғайды. Қасқырлардың күшті денесі, өткір тістері мен тырнақтары бар. Олар жылдам жүгіре алады және өте жақсы естиді. Бұл қасиеттер оларды тамаша аңшы етеді. Қасқырлар жыртқыштар. Олардың негізгі қорегі жабайы тұяқты жануарлар, киік, арқар, марал. Қасқырлар табиғатта маңызды рөл атқарады. Олар ауру және әлсіз жануарларды аулап, табиғи сұрыпталу процесіне ықпал етеді. Қазақ халқы үшін қасқыр ерекше жануар. Ол бір жағынан қорқынышты жыртқыш болса, екінші жағынан ақылдылық пен еркіндіктің символы. Қасқыр бейнесі қазақ эпостарында, аңыздарында, ертегілерінде кеңінен қолданылады. Аңыздар мен мифтер қасқыр бейнесі. Қазақ мифологиясында қасқырлар көбінесе киелі жануарлар ретінде бейнеленеді. Олардың ата-баба рухымен байланысы бар деп есептелген. Көптеген аңыздарда қасқыр адамдарға жол көрсетеді. Оларды қауіптен құтқарады. Тіпті кейбір тайпалардың арғы атасы саналады. Қасқырлар мен адамдар арасындағы қарым-қатынас күрделі және қарама-қайшылықты. Бір жағынан, қасқырлар малға шабуыл жасап, адамдарға қауіп төндіруі мүмкін. Екінші жағынан, қасқырлар экожүйеде маңызды рөл атқарады, және оларды қорғау биологиялық әртүрлілікті сақтау үшін маңызды. Қазіргі уақытта қасқырлардың саны азайып барады. Бұл браконьерлік, тіршілік ету ортасының бұзылуы және басқа факторларға байланысты. Қасқырларды қорғау, табиғатты қорғаудың маңызды бөлігі. Олардың жойылуы экологиялық тепе-теңдікті бұзуы мүмкін. Қасқыр қазақ халқының мәдениеті мен тарихында ерекше орын алатын жануар. Ол бір мезгілде қорқыныш пен құрмет тудырады. Қасқырларды қорғау біздің міндетіміз. Өйткені олар табиғаттың ажырамас бөлігі және біздің планетамыздың биоәртүрлілігін сақтау үшін маңызды. Қасқырлардың есту қабілеті өте жақсы дамыған. Олар 10 километр қашықтықтағы дыбысты ести алады. Қасқырлардың иіс сезу қабілеті де керемет. Олар 2-3 километр қашықтықтағы аңның иісін сезе алады. Қасқырлар моногамды жануарлар. Олар өмір бойы бір серіктеспен бірге болады.